Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай қадірменділер? Жаңа жыл құтты болсын. Ұлы жылы барлығымыздың жанұямызды береке мен шаттыққа бөлесін. Ет жақындарымыз аман болсын. Ал мен ары қарай жұмысыма кірісейін. 23-ші жылы толассыз жұмыстар атқарылды. Ең бастысы жасап жатқан істердің сіздерге ұнайтындығы, оны аямай басқан лайфтарыңыздан ақ білуге болады. Сондай хейтерлер де пайда болды. Қайдан келгенін білмеймін әйтеуір. Арамызда жүрген анық. Мен өз жұмысыммен жүріп байқамайды екенмін. Тура осындай форматта қазақша жаңалықтар ататын арналар қаптап кетіпті. Жақсы үрдіс екен бұл. Бірақ олардың кейбіріне айтарым, мұндай жауапты іс алған екенсіңдер, ұқыпты болу керек. Қалай болса солай, дайындықсыз жасай беруге болмайды. Мен кәсіпқойлықты айтып отырмын. Дауыс қойылуы, мәтіннің сауатты жазылуы алғы шартта. Осылайша ғана YouTube-тағы спорт бағытындағы қазақша контентті дамыта аламыз. Мұны көп созбайын, осымен тамам. Ал енді жаңалықтарға келер болсақ, спортшыларға қатысты әртүрлі бағыттан келіп жатқан жаңалықтарда сан жоқ. Бұқаралық ақпарат құралдары әйтеуір бір жазатын материалдар тауып жатады. Ал олардың араларынан сүзгілей келгенде көзге оттай басылған әрине Геннадий Головкинге қатысты ақпарат. Америкада ол мансабын аяқтады деген ақпарат тарап жатыр. Бұл ресми әрі нақты нәрсе емес. Десе де сөздің жаны бар ма деймін. Бұл туралы алғаш болып танымал бокс инсайдері Рик Глейзер жариялады. Triple G 16 ай бұрын Канелоға ұтылғалы бері кездесу өткізбеді. Содан бері өз еркімен белбеуінің барлығын босатты. Бірқатар өте тиімді ұсыныстардан бас тартты. Triple G ресми жарияламаса да зейнетке кеткен секілді. Жасы 42-ке толады биыл. Артынан үлкен мұра қалдырған боксшы деп айтуға болады деді Глейзер. Шындығында солай, былтыр мен Генаның елімізде қоштасу кездесуін өткізу шаруасы бойынша бірқатар материалдар шығарған болатынмын. Алайда ол сол күйі не жарияланбады, не мәлімделмеді. Боксшы тарапы ресми түрде жақ ашқан жоқ. Гена өздеріңіз білетіндей елімізге күз айында келген болатын. Президентпен бірге футбол матчын тамашалады. Біршама уақыт осында болды. Мұнда жеке пікірімде ол бокс кешін ұйымдастыратын демеушілер қараған секілді. Ол табылды ма, табылмады ма әйтеуір қайтадан Америкаға ұшып кетті. Мұны мен бекерге айтып отырғаным жоқ. Аңыз боксшы Қазақстанда қоштасуысын өткізу үшін бірнеше маңызды пункттер бар. Соның алғы шартындағысы осы демеуші жағы. Головкин от боп тұрған шағында ақша тарту оған еш мәселе болмайтын. Еліміздің алпауыт банктері мен компаниялары Америкадағы бірқатар жекпе-жектерін толығымен қаржыландырып берді. Ал бұл оңай ақша емес. Осының арқасында Гена коммерциялық тұрғыдан атышулы боксшыларға тиімді болды. Чемпиондық деңгейге өсті. Профи бокс тарихында қалатын, 100 жылдап талқыланатын Канеломен трилогия жасады. Артында қалдырған мұра деп міне осындайды айтады. Ал енді тып-тыныш бокстан кетіп қалады ма? Өзіңнің де жиған тергенің бар ғой. Қазақ жанкүйерлердің алдына шығып, бір оңтайлы қарсыласты жақсылап құлатып барып қолғапты шеге келсе қайтеді деген сұрақтарда бойда қылаң береді. Не болса да, Генаның тағдыры уақыт еншісінде мүмкін қоштасусын өткізіп те қалатын шығар. Жәнібекке қатысты ақпарат. Боксшының құқығына ие Top Rank промоутерлік компаниясы өзінің Инстаграмдағы парақшасында жыл нокауты бойынша дауыс беруді ашты. Үздік нокауттар арасында Жәнібектің де жекпе-жегі бар. Өткен жылдың мамыр айында Әлімханұлы канадалық боксшы Стивен Батлерді шайқалақтатып құлатқанын білесіздер. Міне осы жеңіс номинанттар қатарына еніпті. Дауыс беру Top Rank'тың Твиттердегі парақшасында жүруде. Сол жаққа өтіп дауыс берулеріңізге болады. Бұдан бөлек басқа да номинациялар белгіленген. Ең маңыздысы әрине жыл боксшысын таңдау. Мұнда қазақтың есімі жоқ. Үздік боксшы атағына Наоя Инуэ, Эммануэль Наваретте, Шакур Стивенсон және Теофимо Лопестер таласуда. Аталмыш боксшылардың барлығы Жәнібектің Top Rank'тағы командаластары. Мұнда менің таңдауым әрине Наоя. Жапондық бір күнтізбелік жылда 2 салмақ бойынша абсолют атанып үлгерді. Шындығында бұл спортшы қазіргі сәтте екінші аса жеңіл салмақта ешкімге дес бермеуде. Оған ең жақын біздің спортшылар кім десеңіз, Евгений Павловты атауға болады. Павлов WBA бойынша жапондықтың белбеуіне үміткерлердің бірі. Жалпы жеңіл салмақтарда жапондықтардың билеп өсуіне не себеп екен деймін де. Аса жеңіл салмақта Такума Иноя деген чемпиондары бар. Екінші тым жеңіл салмақта Косей Танака бар. Осы жерде Кадзута Йокада чемпион. Бірінші тым жеңіл салмақта Кенширо, 2 белбеу иегері. Сондай-ақ бокстағы ең төмен салмақ болып саналатын минимал дивизионда Юдаи Шигеока мен Гинзиро Шигеока билік құрып тұр. Бізде Павловтан бөлек Сұлтан Заурбек бар. Жапондарды бір ұтса қазақтар ұтады, оны Головкин мен Мейірім Нұрсұлтанов көрсетіп берген. Жақын уақытта жеңіл жігіттерден де бізден чемпион шықса екен деген тілек бар. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.